Манты қазанда сосиска в тесте жасап көрдіңіздер ме? Өзім түрік блогерінен көріп, дәмі қалай шығар екен деп жасап көрейін дедім. Алдымен қамырын илейміз. Мен үнемі Масладель фирмасының сүтін қолданамын. Осы жолы жаңадан шығып жатқан 3 дәйек сүтін қолдандым. Жылы сүтке тұз, дрож, бір жұмыртқа, ерітілген сары май қосып жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болуы қажет. Көтерілген қамырды кішкентай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. 10-15 минутқа демалдырамыз. Одан кейін видеодағыдай сосискиді орап шығамыз. Мен жарты бөлігін осылай манты қазанда, ал жарты бөлігін пеште пісіретін боламын. Манты қазанды міндетті түрде майлап, барлығын жайғастырамыз. Қайнап тұрған суда 30-35 минут көлемінде пісіреміз. Шыны керек, дәмі кәдімгі пигодиге ұқсайды екен. Маған да, балаларға да өте қатты ұнады. Жанына өзіме осылай әдемілеп кофе дайындап алдым. Ол үшін Масладель фирмасының жаңадан шығып жатқан арнайы кофеге арналған сүтін қолданамын. Өте дәмді болып шығады екен. Алып қолданып дәмін көріңіздер. Ас болсын.